ежелден ертеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты. Жырың болып төгілеміз елім, туған жерім менің Қазақстаным. Мысалға, мемлекетте бір маңызды шешім қабылдану керек болсын, бірақ ол нәрсені мемлекет жеке өзі ғана қабылдай алмайды, яғни халықтың дауыс беруімен, келісімімен істейді, оны қабылдайды. Мысалға, біз Конституцияны неше рет қабылдадық? Мына жерде республикалық референдум дегеніміз Қазақстан Республикасының Конституциясының, конституциялық заңдарының, мемлекеттік өмір мәселелері жөніндегі шешімдердің жобалары бойынша жалпы халықтық дауыс беруді айтамыз. Референдумға сайлау құқығы бар мемлекеттің барлық азаматтар қатысады, яғни 18 жастан асқан азаматтардың барлығы сайлауға тікелей қатыса алады. Референдумның нәтижелері жоғары құқықтық мәртебеге ие және барлық мемлекеттік органдардың орындалу үшін міндетті. Енді бізде 1995 жылы жоба Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданды. Ең бірінші Конституция қай жылы қабылданды еді? 93 жылы қабылданған. Ал қазір 95 жылы Конституция қай күні өткіземіз? 30 жылы. Қаша? 30 тамыз. Ұзақы туралы референдум өтті. Және де сол 95 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасының қазіргі қолданыстағы Конституциясын қабылдап өтті. 2022 жылы 5 маусымда Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы референдум. Бізде енді жалпы Қазақстан Республикасының 44 бабының 10 тармағына сәйкес республикалық референдум өткізу туралы шешімді Қазақстан Республикасының президенті қабылдайтын болған. Осы туралы Республика президентінің референдум тағайындау туралы жарлығы бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланды. Референдум тағайындау туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір айдан емес және 3 айдан кешіктірілмейтін мерзімде өткізіледі. Ерекше жағдайларда республика президенті референдум өткізудің өзге мерзімдерін белгілеуі мүмкін. Жақсы. Енді бір осы референдум туралы бас бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтардың қатысуға құқығы жоқ. Сотталып кеткен азаматтар бұл референдумға қатыса алмайды. Енді мына жерде референдумды дайындау және өткізу былай жүзеге асырылады. Орталық референдум комиссиясының қызметін атқарады Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы және де аумақтық референдум комиссиясының қызметін атқаратын Қазақстан Республикасының аумақтық сайлау комиссиялары және референдумның учаскелік комиссияларының қызметін атқаратын учаскелік сайлау комиссиялары. Енді мен бір ой алып келген едім. Бұл жерде енді сөздер жасырылған, сол сөздерді бірге бесін нотқа бар. Бұл қазір бір-бірден қол көтеріп жауап береді.
Молодец. 14. Ага, так же идет. Да, если идет, молодец, да? Ага, второй. Молодец. Молодец. Там же подойдет так, там даже красный. Президент. Молодец. Енді бізде 4 сөз қалды. 4 сөз және 4 қалды. бізге шығарасы болып еді. Апай тап. Сен қазір молодец. Қандай таңы? Да. Молодец. Қане бізде соңғы 2 сөз қалды. Ерман, хатын бар? Ахат. Ал. Ол сөз қалды. Хат 10 минут арқылы мына өзгерістер әсерлерімен халыққа хабардар ететін болды. Жалпы бізде соңғы рет референдум қашан болды? Қандай? Жоқ, олар сайлау өтпеді, ол тек орнын уақытша босатып берді. Ал нақты сайлау бізде Сәуірде иә, сәуірде өтті. 23 болмады. Иә. Енді бізде жалпы егер дауыс беруге референдумға қатысуға құқығы бар азаматтардың жартысынан көбі қатысатын болса, референдум өткізілді деп есептеледі. Егер дауыс беру нәтижесі